Пенсионный аннуитет дегеніміз не? Қазір көп адамның көзі ашылып, сауаты көбейіп, пенсионный аннуитетті уже біліп бастады. Яғни көп жекеге келетін сұрақтары көбейді. Пенсионный аннуитет дегеніміз біз өзіміздің НПФ-тегі жиналған ақшамызды страховая компанияға аудару арқылы ерте жастан пенсияға шығу дегенді білдіреді. Яғни, сіз осы ақшаңызды пенсионный страховая компанияға аударғаныңыз үшін сізге страховая компания бонус ақша төлейді. Және бұл барлық адам бұған өте алмайды, яғни өзінің арнайы шарттары бар. Мен бұл постты қанша мәрі түсірдім, және қайта-қайта сұрақ келіп жатқандықтан қайта-қайта түсіріп отырмын. Бұл жерде 40 жастан бастап пенсионный аннуитет договорын жасау арқылы 50 жастан бастап пенсияға шығылады. Әр 2 жыл сайын страховая компанияны ауыстырып отыру арқылы бонус ақша алуға болады. Яғни зиянды жерде жұмыс жасайтындарда 40 жастан бастап өзінің шекті суммасы бар. 8 миллион еркектерде, әйелдерде 10 миллионнан жоғары ақша болу керек. Сонда страховая компанияға ауысып 50 жастан бастап пенсияға шығасыз. Ал зиянды жерде жұмыс жасамайтындарда 45 жастан басталады. Договорға отырып 2 жыл сайын бонус алып отыруға болады, ал пенсиясы 55 жастан бастап алып отырады. Егер де сізде осылардың ішінде 45 жасқа толған болып, мүгедектік мәңгілік болса, бұл жерде суммасы азаяды, яғни 5-6 миллион болса, еркектерде 5 миллион, әйелдерде 6 миллион болса, сіздер пенсионный аннуитет шартын жасай аласыздар. Яғни кәдімгі НПФ-тегі суммада сіздердің бұл шартты жасаған деген ең жақсы жері порог болмайды, порог алынып тастайды. НПФ-тің порогы бөлек болады, аннуитеттің порогы бөлек болады. Әйелдерде главный бұл жерде 45 жастан бастап 9 миллионнан жоқ, 9-10-11 миллион ақша болса, смело өтіп кете береді. Главный жасы 40 жасқа толған болу керек. Егер зиянды жер жасаса, главный жасы 40 жасқа толған болу керек. Яғни түсініңіздер, 45 жастан төмен болса, бұл сіздер уже келмейсіздер. Жалпы пенсияға осыған дайындалғандарыңыз дұрыс. Егер сіздің айлықтарыңыз жақсы болып, 35 жасқа жақын, 40 жасқа жақындаған болсаңыз, сіздер лучше ақшаларыңызды порогтан асқанға тиіспей, осы аннуитетке дайындалыңыздар. Егер де аннуитет шартын жасатқыңыз келсе, маған жекеге жасаңыздар болады, және 2 жыл сайын ауыстырып отыру арқылы да маған жасаңыздар болады. Сіз бұрын номадпен жасатқанбасаңыз, қазір фридомға ауыссаңыздар болады. Егер бұрын фридомға жасасаңыз, қазір номадқа ауыссаңыздар болады. Айта кетейін, бұл жерде услуга тегін және консультация тегін жасалады. Бәрі онлайн форматта. Ешқандай да сіздің ақшаңыз қалтаңыздан ештеңе төленбейтін болады. Сіз ақпаратым пайдалы болса, парақшамды тіркеп қойдыңыз, лайк басып қойдыңыз, комментарий жазып қойдыңыз. Рахмет барлықтарыңызға.